Саламатсыздар ма? Менің каналыма қош келдіңіздер. Мен бүгін сіздерден бигуди манты жасаймын. Әуелі қарынды пысытып алдым. Енді осыны тураймын. Турап атқан қарындарым, шек, қарым. Әбден ұсақтап тураймыз. Болгар бұрышын. Оны да ұсақтап тураймыз. Картопты да сақтап тураймыз. Sarımsak тураймыз. Жуа тураймыз. Оны да осылай бәрін біркелкі ұсақтап тураймыз. Енді сәбіз тураймыз. Нанын басамыз. Мен нанын сумен басып жатырмын. Өз қалауларыңызша жұмыртқа да салуға болады, тұз да салуға болады. Өз қалауларыңызша. Мен сумен илеп жатырмын. Енді осылардың бәріне бұрыш салдым, тұз салдым. Енді осыларды әбден араластырамыз. Әбден бәрі араласу керек. Енді басқан қамырымызды тындырып қойдық. Енді осыны илейміз. Жұқалау қылып. Илеп болған қамырымызды кәсенің көмегімен осылай дөңгелектеп кесіп аламыз.
Енді дөңгелек. Осылай барлық қамырымызды істеп аламыз. Нандарым дайын. Енді осыған фаршымызды саламыз. Сіздер де осылай жасап көріңіздер. Наны қалыңдау болған жақсы. Міне осылай бүреміз. Бигуди формаға жасаймыз. Өріп. Біреуін бұлай, біреуін бұлай. Қолымызбен осылай жасаймыз, бүріп. Сіздер өз қалауларыңыз бойынша жасауға болады. Әркімнің қалауы әртүрлі. Міне дайын. Осылай бәрін жасаймыз. Енді мантопкамызды майлап аламыз. Жабыспасқа жақсы. Астын майлаған. Енді осыған жасаған бигудилерімізді саламыз. Араларын аршып-ашып. Міне, енді осыны майлаймыз. Беті кеуіп кетпеске бетін майлаған жақсы. Беті құрғақ болып тұрады. Майласаң жақсы. Енді қайнап жатқан кастрөлімізге осылай 45-50 минут пісіреміз. Біздерге енді бетіндегі подливкасын жасаймын. Оған сәбізді түркіден өткізіп алдым. Енді жуа турап жатырмын. Болгар бұрышын қостым. Оны да турап жатырмын соломкілеп. Міне піскені сіздерге көрсетіп жатырмын. Сіздер де осылай жасап көріңіздер. Қараңыздар. Ұнай ма, ұнамаса лайк басып, комментарий жазып кетіңіздер. Мені қолдап кетіңіздер. Тағы да керектеріңізді айтып отырыңыздар. Менің арнамнан әртүрлі видеолар шығады. Соны қараңыздар. Мені қолдап, пікір жазып кетіңіздер. Ас болсын. Рахмет баршаңызға.